Сәлем. Демалып болдық, енді ақша табуға кірісейін. Мен бір күн ішінде 57 мың теңге таптым. Егер де сен де мен сияқты ақша тапқың келсе, онда осы бейнероликті соңына дейін көр. Осы бейнероликте сіздерге 3 проект көрсететін боламын. Назар салып көріңіздер және де ақшаларыңызды табыңыздар. Сосын достар, экранда көрсетіліп тұрған сумманы сіздер тегін түрде ала аласыздар. Ол үшін бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Орта жағында сіздерге бұл ақшаны қалай алу керектігін көрсетемін. Родной тегін түрде. Хамстер комбатпен бұлымды шетке сырғата тұрып, егерде мен көрсеткен іс-қимылдарды сіз істейтін болсаңыз, примерно $150 сіздер табатын боласыздар. Бұл басқа тапылкалардан қарағанда өзінің бір ерекшелігі бар. Ол 3 фактор. Бірінші фактор уже премаркетке шығып қойды. Екінші фактор басқа проектілерден қарағанда листингті созып жатқан жоқ, міне осы жақын арада болады. Сондықтан дәл қазір кіріп сен монетаны жинау керексің. Үшінші фактор, басқа проектлер, мысалы листинг болғаннан кейін сіз жинаған суммаңызды, токеніңізді тек 50% или 20% ғана ай сайын шешіп отыра аласыздар. Бұл не үшін істелінеді десеңіздер, аудиторияны ұстап отыру үшін. Ал бұл жақта ондай тема жоқ деп өздері официально айтқан болатын. Листинг болғаннан кейін сіздер 100% өзіңізді жинаған монетаңызды шеше аласыз. Сондықтан отпай қарамай бірден іске көшейік. Сілтемесін осы телеграм группадан таба аласыздар. Телеграм группаның сілтемесі описанияда тұр. Закрепке қойып қоямын, бұл постты сіздер осы сілтемені басасыздар. Бұл жақта іс-қимыл көп емес, просто сілтемені басасыздар, болды. Сіздердің телеграм аккаунтына қарай мем токенді берілетін болады. Егер де сіздің телеграм аккаунтының ашылуы ұзақ мерзім болса, онда көп береді. Ал ашқаныңызға небәрі айлар ғана өтсе, онда өкінішке орай аз мем токен алатын боласыз. Қазір счетымда менде 47.799 мем токен бар. Бұны әрине сізден арқаларыңызда жиналдым. Яғни Friends деген батырманы басып, нақты Invite Friends деген басып, өзіңіздің жеке сілтемеңізді ала аласыздар. Және де адамдарға таратасыздар, сол адамдар кірсе, сізге бұл жақта дополнительно сіздің кошелегіңізге мем токен төгіп беретін болады. Сосын достар, міндетті түрде тон кошелекті бұл жаққа тіркеу керек. Ол үшін Connect Wallet деген басасыздар. Телеграмның өзінің официальный кошелегін тіркесеңіздер болады, немесе ұсынамын Tonkeeper'ді тіркесеңіздер болады. Tonkeeper'ді басасыз, одан Get, подтвердить деген басып, сіздер тіркеп қоятын боласыздар. Одан кейін төмен түссеңіздер, бұл жақта тапсырмалар бар. Осы тапсырмаларды орындай отырып, премаркеттің құнымен сіздер бұл жақта жоқ дегенде $150 ала аласыздар. Ол үшін просто старт деген басасыздар. Одан кейін мысалы чек деген батырманы басасыздар. Басқаннан кейін сіздің шотыңыз бұл жақта қосылатын болады. Төменге түссем, мысалы заданиялар бәрін орындаған болатынмын. Сіздерді бұл жақта егер мысалы ең көп беретін егер 5 адам шақыратын болсаңыздар, сіздерге 20 000 мем токені беріледі. Мысалы басқа тапсырма, өзіңіздің крипто кошелегіңізді коннект жасасаңыздар, яғни тіркесеңіздер, 1000 мем токен беріледі. Қашан аламыз, қашан шешеміз деген сұраққа келсеңіздер, бұл жақта просто листинг күту керек. Листинг аз қалды. 1 апта, 2 апта аралықта уже листинг басталатын болады, и біз міндетті түрде бұл жақта өзіміздің бірінші табысымызды шешетін боламыз. Екінші телеграм бот, біз мал шаруашылығымен айналыса отырып ақша табатын боламыз. Әрине бұл виртуальны бәрі, яғни сіздер бұл жақта тауық, сиыр, қой сатып ала отырып, өзінің белгілі бір пайызда күнделікті табыс табу отыра аласыздар. Мына жақта оқысаңыздар өз түсінікті. Яғни мысалы тауық бір күнде сізге 2% доход алып келіп отыратын болады, құйған суммаңызға қарай. Одан кейін нақты бізге ашық түрде көрсетілген партнерская программа бар екенін, бірінші уровені, үшінші уровенға дейін. Және қанша пайыз доход түсетін тоже бізді бұл жақта жазылып кеткен. Көп созбай ойынға кірейік, перейти к игре деген батырманы басамыз. Кіргеннен кейін әрине бұл жақта бізге бірінші пополнение жасау керек. Ол үшін wallet деген батырманы басамыз. Екі жолмен ақшаны құя аласыздар. Бірінші 3x немесе тон. 3x арқылы құям десеңіздер, мысалы осы адрес кошелекті скопировать ете аласыздар да өзіңіз кез келген сумманы құя аласыздар. Мен бұл жаққа уже ақша құйып қойдым, $200 құйғанмын. $200 бұл жақта гем деген өздерінің кристалдары бар, яғни $1 конвертермен есептеген кезде 1000 кристалл болып есептеледі. Бұл өзінің ойындағы виртуальный монетасы, яғни кристалл гем деп аталады. Енді бұл жақта менде 150 000 кристалл ғана қалды, өйткені 50 000 кристаллын құртып тастадым. Не істедім десеңіздер, бұл жақта мен бір сие сатып алған болатынмын. Енді қараңыздар, бұл жақта қандай доход түседі, бағана айтып кеткендей. Мына жаққа мышканы жақындасаңыздар, сіздерге мына жақта подсказка көрсетіліп тұрады. Айта кетейін достар, сосын сіздерге егер де просто регистрация өткен үшін сізге бір тегін осындай тауықты беретін болады. Одан кейін мен сиыры сатып алдым. Енді қазір қойды сатып алсам деп отырмын. Қойымыз 150 000 кристалл тұрады екен. Оны бұларды сатып алу үшін просто сіздер гейм дегенді басамыз. Мына жақта тауықтың фермасы, төмен жақта бізде сиыр, төмен жақта бізде қой.
сиырымыз сүт береді, тауығымыз жұмыртқа береді, қойымыз жеп беретін болады. Мына жақта сатып алу үшін просто мына қызыл батырманы басамыз. Все, міне қой сатып алдым. Енді бұл бізге 6 сағат сайын әр жануарымыз, малымыз бізге кристалл беріп отыратын болады. Одан кейін достар, сіздер өздеріңіз құйған ақшаларыңызды кез келген уақытта шеше аласыздар. Бірақ та бұл жақта бір минус бар, что сіз шешкен кезде 25% комиссия ұстайтын болады. Егер де сіз сатқыңыз келіп қалса, мысалы аяқ асты, ондан аяқта шоп деген батырманы басаса, именно мысалы продать деген тұрады. Осын басасыздар и өзіңіздің малыңызды обратно сатып жіберетін боласыздар. Өзіме келсек, $200 құйдым и күнделікті қанша табыс алып келеді деген сұраққа келсек, давайте есептеп көрейік. Так, менде қазір сәтте бір тауық бар, бұл 100 гем алып келеді бір тәулікте. Маған қой бір тәулікте 1500 алып келеді, 1600 болды, және де 6000 алып келеді. Менде мысалы бір күнде 7600 кристалл жиналады екен. Енді мысалы мен шешу үшін просто валет деген батырманы басамын. Одан кейін вывести дегенге өтемін. Мысалы Tron 3x ретінде шығарайық. Өзім мысалы адрес кошелегімді тіркеймін бұл жаққа. И бұл жақта еще айта кетейін, минимальный вывод 1000 кристалл екен. Мен мысалы 7600 деп жазсам, и төмен жағына қарасаңыздар, Tron ретінде қанша бізге түсетінін көрсетіліп тұр. Яғни 57 Tron екен. Енді бұны конвертерға салайық. 3x ретінде 57 3x'іміз бұл бір күнде маған 3613 теңге әкеліп отыратын болады. Мен бұл жақта рисковать етіп көретін боламын. 30 күн бойы ол жақта сума жататын болады. Және де күнделікті 3600 теңге алып отыратын боламын. Плюсқа шығам ба, минусқа ұшырайын ба, оны сіздер осы мен телеграм группамнан бақылай аласыздар. Партнерская программа сілтемесін қаяқтан табамын десеңіз, мына жақта друзья деген сияқты осы батырма тұрады, осын басасыздар и міне сіздің жеке сілтемеңіз дайын тұр. Осын скабер ете аласыздар, елдерге тарататын боласыз. Да, енді достар, үшінші ақша табу жолы, бұл жақта біз тоже салымсыз ретінде ақша табатын боламыз. Социальный сеттерге подписка жасай отырып. Оған дейін мен мысалы 100 рубль, 200 рубль, 100 рубль, 100 рубль, 101 рубль шешкен болатынмын. Енді счетыма тағы да 111 рубль жиналған екен, бұны сіздердің араларыңызда бір адамға жіберетін боламын. Өзіңіздің Payeer кошелегіңізді или немесе Perfect Money кошелегіңізді комментарияға жазып кетіңіз. Бір адамды таңдап, соның кошелегін ошаққа енгізіп шешетін боламыз. Бұл жақта қалай ақша табамыз десеңіздер, яғни задания деген вкладканы ашасыздар. Одан кейін ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок, Телеграм деген социальный сеттердегі сізге просто подписка жасау керек, лайк басу керек, комментарий жазу керексіздер. Мысалы, мына Телеграмды бір подписка жасаған үшін сізге 20 копеек төленетін болады. Бұл жақта барлық социальный сеттерге тіркеліп болғаннан кейін қайтадан 10-15 минуттан кірсеңіздер, тағы да осылай толып тұратын болады. Минималка бұл жақта 100 рублейге жету оңай достар. Просто сіздер сағат сайын кіріп отырсаңыздар, сіздерге осындай күнделікті подписка жасай отырып ақша таба аласыздар. Телеграмнан бөлек бұл жақта TikTok бар, ВКонтакте бар. Бұл заданияларды орындау үшін сізге просто бірінші настройка кіру керексіздер. Одан кейін мына жақта профиль деген батырманы басасыздар и мына жақта привязка жасау керек. Бұл жақта тіркеу үшін 3 мысалы нүктені басасыздар, привязать деген басасыз. Одан кейін қалай привязка жасау керегін сізге қадам-қадам бойынша көрсетіп отыратын болады. Сіз соны орындайсыздар және де задания кіріп, осы тапсырмаларды орындайтын боласыз. Яғни бірінші өзіңіз аккаунттарыңызды тіркеп аласыздар, одан кейін заданиялар істейсіздер, ақша жинайсыздар, ақшаны шешіп алатын боласыздар Payeer кошелекқа. Бәрі салымсыз ретінде. Осымен достар 3 ақша табу жолын көрсеттім сіздерге. Қайсы ұнады, соны маған жаза кетіңіздер комментарияға, және де тағы да қандай ақша табу жолдары бар екен комментарияға жазып кетіңіздер. Одан кейін достар Hamster Combat'та жаңалықтар кішкене жағымсыз болып бізге келіп жатыр. Яғни ол жақта листинг тағы да келесі айға создыр. Hamster Combat жайлы толық ақпаратты уже келесі бейнероликта көре аласыз. Сау саламатта болғанша.